аса тарихы бар Беруне қаласы Владимир Ленин атындағы мектептің 81 жылғы түлектері Ахмедов Бақытжан мен Мұратбаева Клара қарсы алыңыздар. Бүгінгі 45 жылдық кездесуге арнайы келіп отырған Жолдасов Әуесбай мен Мамутова Нағима ортада қарсы алыңыздар. Айшуақов Мақсет пен Юсупова Рая алдарыңызда қарсы алыңыздар. Оразов Мақсет пен Тойымбетова Фатима алдарыңызда қарсы алыңыздар. Келесі Бердалиев Бақыт, Сайынова Құралай, Бетуллаев Мақсет. Оқып жүрген сәттер көңілімнің көркем көктемі мектебім киелі қастерлемегенім өзіңмен биікке жетемін қоңыраудың үні жүрегіме жылы ойласам қуанып кетемін жайсан жандар тілең мереке деп білем мектебімде жүрген әр күнім өзіме ғана жарасып туған әппағым менің, әппағым менің, ақтағым менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдерің өзіме ғана жарасып туған әппағым менің, әппағым менің, өзіме ғана саласындай, бір атаның баласындай, көздің ақ қарасындай төрт көзіміз түгел жиналып болған болсақ, армысыздар, бармысыздар, осынау кешке жиылған, Алладан ризық бұйырған, шет-шетінен ақ көңіл, шет-шетінен мейірбан, бәйтеректің бұтақтары, асылдың ұнтақтары, той десе тасылып шашылатын, Беруне қаласының ұрпақтары. Мінекей бүгінгі Маңғыстаудан аса тарихы бар Беруне қаласындағы Владимир Ильич Ленин атындағы мектепті 1981 жылы бітірген түлектер бүгінгі 45 жылдық кездесу болсаңыздар, 2026 жылы 45 жыл болды. Арамызда осы 45 жылдың арасында дүниеде өткен ұстаздарымызды, класстас достарымызды бір еске алып, отырысымыздың басында бір Құран бағыштап жіберсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Я жаратушы алған патшалардың патшасы, Раббымыздың Раббысы, жер мен көктің иесі, жанымыз бен тәніміздің иесі, аса мейірімді жаратушы Аллам, өзіңе мадақтар айтып, өзіңе құлшылық жасаймыз Алла. Ой жүректе жатталады, тізгінді қолға алған соң әрине асаба тойды басқарады. Ендігі сөздің кезегін бір кісіге беремін, одан кейін бір асаба алаңына, Ақтектің төріне, бағана 45 жыл деген жазуда басып шықты. Аллам берген, қошаметтері ортаға, келіңіздер. Gidelim mi?
Yanlarına sürüp geldiler. Oh, hadi. Hop. Aynen. Ya, diye ya. Boyga qaraymiz da, şaşqa qaraymiz da, basqa qaraymiz da. Niye? Kevdeye qaraymiz da. Осы кезге дейін қайда болдыңдар, не істедіңдер, қосып кішкене қысқа өмір баян айтып кетсеңіздер. Кеш жарық баршаңызға Алла тағала міне дайым 45 жыл юбилейімізді өткізіп жатырмыз. Осы күнге жеткізгенге мың рахмет. Мына праведникке сөз берсең, вагонда болғанын айтады дейді. Ғалымдарға сөз берсең, сол баяғы ғашық болып жүрген ойларын айтады дейді. Қойшыларға сөз берсең, семірген қойларын айтады дейді. Боксерға сөз берсең, тек қана жеңген бойларын айтады дейді. Жамандарға сөз берсең, қайдағы мен жайдағын айтады дейді. Тамадаға сөз берсең, баяғы тойларын айтады дейді. Мына қазір Бақытжан менен Клараға сөз берсең, қан ағызып, майын тамызып, сөзін қаймағын айтады дейді. Олай болса қарекең ортаға. Бақытжан менен Клараны шақырайық ортаға. Қызым жолы жеңіске оғыл. Осы 45 жыл барлықтарыңа Қашу андай мындай. Неде жатардай болады ғой. Сол жер қыз қайта. Сол жер қыз. Не болды? 8-ші класс кезінде. Так. Бізге бір жаңа мұғалім келді. Бір-екі. Келді, біз Татарстанға бардық. Сол кездері скрипачтар жетіспейді, бізді жұмысқа алған. 3-ші курста оқып жүріп, біз оркестрге қатып, сол Татарстанға бардық. Ең бірінші скрипачтар. Мен скрипку бәріне кеп көрдім, қазір көрсем, гитара бәрі бар. 45 жылдың басын жинап жатырмыз. 45 жылдық неше жылда Фатиманы елді көріп отырмын деген. Сөлбектен жазып көрмегенде қатысты сөйлеп көрдім. Бірақ жүрсек те. 2013 жылға көшіп келдік. Аманбысың көз көрген қал жақсыма, жақсылықты тілеймін әрқайсыңа. Бәріңнің де алатын өз орның бар, сендерді кем көремін шын асауға. Сыйласқандар, араласқан туыстай боп қимашымды. Бір жүргендер, бір білгендер, сендер аман болыңдар жай көз көргендер. Ойымызды бөлісіп бір жүргендер, қалжыңым жарасып бір күлгендер. Сол кезде қимастықпен еске түсер, қайда жүрсең аман бол жай көз көргендер. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс. Хор қызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде, қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Бір көпке қайырмасымен айтып берсең, приз аласың. Айта алсаң керек. Молодец, қараңыздар, еш қобалжу жоқ, таза. Дауыс жетпейтін шығар, жоқ, таза алды, молодец. Бәрекелді бар. Қайда қойып
Таза жеңіс. Таза жеңіс, иә. Ары қарай бір нотаны қосып бітіп қойсыңдар. Деп еді баланы. Айта берді, музыканы ерлап қалғанбыз да, бұл өлеңді айта берді. Артық бала бар мана, мәз боласың шаруаңа. Деймін, кешіп өтіп жетпей ме, көз баласын сағынғанда аруана. Теңізден де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда аруана. Әңгіме жоқ, таза. Аруана. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер, қаншама гүл. Әнші көп екен, молодец, так, неше қыз? Үш қыз тауып алдым мен әнші. Ертең айтып барамын, камерадан көрсетем әкімге. Міне, участок берсең осыларға бер деп. Гүлдәрі мына жаққа шығамыз. Бақшаны мына жақтан. Қатысып жатқан ең іште шоқсыры жігітіміз бен қызымызға арнайы приз. Молодец. Қане? Өткен приз керек, маған бәрі тарату керек. Келіңіздер, келіңіздер жаққа. Нелер келеміз қыздар бірге. Қыздар келетті, кімнің фигурасы бәрі отлично болса да, мода көрсетті, жүрсе дей алады. Шаш дей алады. Ой, жүрсе, шаш деп жүрсің ба? Кемді теректен деп қызыңды жол. Бұлар асып тұрса, айланса болады. Айлам бармай қайта орнымызға барамыз депті. Қарай, жүрсе барамыз. Жүрсе барамыз, приз. Байқа, ол терек просто өтіп тұрған. Терек кемді қайда? Қалай жүріс? Екі мүшен алды. Теректі айланап. Терекке сүйеніп тұрады. Терекке сүйеніп тұрады. Қараяқын көтереді арасында.
Қошеметте отырайық. Красавица. Мисс 2026. Терек қимылдамайды. Қайрылап тұр. Кедемен орнына аламыз. Жүрекке қарамыз. Мисс Красавица Королева. Не деген фигура. Директор не деген фигура, не деген жүріс. Директі айналамыз, директі сүйенеміз. Не деген жүріс. Керемет. Балапсай. Қыл суырғандай. Балықты өз майына қорғандай. Қамшымен ешек тұрмаң бай. Қандай өнер бар сіздерде? Жаным. Дейді болғаны? Ай, жігіттер, қыздар қазір жаным деп біртіндеп сөйлейді, сол кездері кімнің әйелі жаным десе, сол масқара айтқан кезде қарап қоймады. Күмән пайда болады. Ал кеттік бір жігіттен бастап тек жаным деген сөзді айтасыздар болғаны. Жаным. ешкім қарамайды ғой. Все, Жаным. О, дұрысқа? Келіңдер. Молодцы. Қошеметтеп қояйық. Ниеттенген. Қошеметтеп қояйық. Честно. Вот. Молодцы. Бірінші орында тұрасыз. Пока, молодец. Вообще, түріне, сенікі... Даусын қатып шықпай қалды. Жаным. Бастан берісме. Қалдырсын. Бастан неге қараған мен түсінбей қалдым. Қарамаймыз, өзіңнің әйелің болмаса қарама. Ал, ары қарай. Кімге кет? Не деген қараңыздар. Бірден сезер ғой. Қошеметтеп қояқ біле. Бірден сезерді, келіңіздер. Әуесбай, бол сен кел. Молодец. Отқандар болсын. Қошеметтеп қояқ. Қараңыздар. Жаным. Bismillah, bismillah. Байқаңыздар, нарушение болмасын, байқа. Осторожно болу керек. Солай ма? Қарауға болмайды. Жаным. Неге тапқан сен? Енді болмайды. Ал енді баяғымыздың бір ләңгі ойнағансыздар ма? Бір ләңгі деген өлең бар еді, соны тартудан қалып алыңыздар. Ей, кез қайда асығатыр ләңгі ойнаған, доп теуіп тесіктері бар байлаған,
ақырлай түсінбеймін осы неге мәңгілік бала болып қалмайды адам есейген қандай жаман ей бар талас құрбы қайда сыныпта дос қайда шұлық десін шұлықтар солармен асық салып ойнар едім алдымнан бір шықса ғой күліп тағы кетті ғой құрып бәрі сол кездер оралмай ма есігін қақпай кіріп тар үйіне отыратын едім ғой төрінде мен өтті ғой қазір сол қызықтың қайда бәрі ішімді өртеп барады қайқалауы сағынады адамдар өткен шағым қазіргі төрін көрсе айнадағы қазіргі төрін көрсе айнадағы бәрі келмеске айналады айта берейін бе бір ай бойы күттіріп сағынтасың пенсия мәсім менің калошты жаңартасың пенсия ауылдағы астойға жарап тұрған пенсия келінімнің көздері сынап тұрған пенсия бар жоғыңды түгелдер мейірімдісің пенсия сауын сиыр секілді желімдісің пенсия түскен кезде қалтаға күйдіресің пенсия немеремді бетімнен сүйдіресің пенсия ауылдағы астойға жарап тұрған пенсия алған кезде алғысқа бөленесің пенсия себеппенен мусорға төленесің пенсия екі еселеп көбейсе сүйіндірген пенсия маңдайдағы әжімді жазып тұрған пенсия таусылғанда қалтаңды қазып тұрған пенсия берекеңді аяма ал ендеше құрметті класстастар құрдастар келесі сөздің кезегі жақсы бір тілектің кезегі келіп тұрған сияқты мына алатаудай ақ тілегін алақандай жүрегіне сыйдырып келіп отырған біздің Мақсет пенен Фатима бар ма жағын қане қошамет қимастықпен сыйластықпен қошаметпен құрметпен ақ тілектің төріне асаба алаңына шақырамыз келіңіздер сіздерге жақсылап бір тілек айтып беріңіздер Мақсет Фатима Мақсет қашпа деймін не дейді ал кімде бастаймыз қыздан қолдап құрметті құрбы құрдастар бірге оқыған класстастар міне мен бәрін 45 жылда көріп жатырмын мектеп бітіргелі көрген жоқпын пенсияға шыққанда көріп жатырмын міне бәріне қуаныштымын бұл жасқа жеткен де бар жетпеген де бар қуаныштымыз рахмет басымызды қосып осылай ұйымдастырып бәрімізді қуаныштап бөлеп жатқандарға көп рахмет ұйымдастырған қыздарға балдарға ауызбіршілікті болып бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып ауызбіршілікті болып бәріне рахмет қуаныштымыз бәріне осы күнге жеткенімізге бәріңіз ата әже болдыңыздар немере шөбере көріңіздер қызығын көріңіздер 50 жылдық 60 жылдық осы шақырып бір-бірімізді осылай ортамыз толып отыра берейік ойнап бір жасарып қалып бәріміз көп рахмет бәріңізге бәріңіз жақсы күндеріңіз көп болсын осылай той томалақ көп болсын бәріңе жұмысты болсын сіздерге де жұмысты болсын 50 жылдық 60 жылдық рахмет сіздерге біз қызбыз төркіндеп келе жатырмыз балдарға сіздерге көп рахмет қызметтер алладан қайтсын қуаныштымыз мінекей бір себеппен біз бір жиналып қалдық міне әдемі 45 жыл болып қалыпты сендер ұйымдастырғаныңызға сондай Sürünüp kayta
жылдан жылға аман есен денсаулықпен жете берейік. 60 жыл, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл дегендей. Қайтадан қайран жастық, қайран жастық, қайран жастық. Жас деген ойнақтаған, тай мініп жабағына ойнақтатқан. Келген соң одан ары 15 жас бар, жастық шақ еш нәрсені ойлатпаған. 20-да көз жүзіңді түзейсің ғой, шашыңды кейін қарай күзейсің ғой. Келген соң одан ары 25 жас, үлгісін ағалардан алғаннан соң ой ойлап, әр нәрсені жүдейсің ғой. 30-да үй иесі боласың ғой, балаңды әлдеге қағып аласың ғой. Келген соң одан ары 35 жас, жігітті қыдырыстан қаласың ғой. Бір жасқа 40 деген қылыш екен, мойныңды бір жұмысқа алып бұрыс деген. Келген соң одан ары 45 жас, борышты болмағаның дұрыс екен. 50-де ебін келмес, ең кейгенмен терек. Қыздарға қолың жетпес көргенмен. Келген соң 55 жас, 60 жасқа шалбал ойнайсың ғой кемпірлермен дейді. 70-те жер таянбай жүре алмайсың, қолға таяқ алмай жүре алмайсың. Балаң мен кемпіріңе тілің өтпей, әңгіме топ ішінде құра алмайсың. 80-де шал боларсың сергілдеген, жел соқса желмен бірге ебілдеген. Балаң мен келініңе тілің өтпей, іренсіз отырғаның кемпірмен. 90-да шал боларсың томыртқадай, тастаған шалам мүжіп омыртқадай. Әр нәрсе қысқа жіктің күрмеуіндей қаларсың шіріген бір жұмыртқадай. Өмірді өтерінде сенгің келмес, даже дұшпаныңа жазатайын бергің келмес. Келгенде жасың жүзге, жаның тәтті, қойнына қара жердің кіргің келмес дейді. Өмір жастарың ұзақ болсын yani. Осы балашаға деп баяғыда, ана үйленейін деп жатыр, мынау қыз алып қашып кетті, мынау үйленді, ура, ана тұрмысқа шығып жатыр, тойына жас кезде тойларға бардық та, өмір деген соған дейін екен ғой. Өйткені Құдай итті жаратыпты. Ит, саған 20 жыл өмір берем, сен есіктің алдында үріп тұрасың, үйді қорғап жүресің. Сонда жаңағы азаннан кешке дейін қорғай ма? Күргілсін қорғайсың үйді. Сонда жаңағы ит Құдайға айтады дейді. Құдай, мына 20 жылың көп екен, мына 10 жылыңызды қайтып аласыз ба? Құдай, кең ғой. Жарайды депті. 10 жылды қайтып беріп, 10 жыл маған жетеді. Кешкенде үріп жүретін болсам. Сөйтіп бір күні мүшелер сұрайды дейді, сен қашан демаласың десе? Мен адам демалған кезде демаламын. Көз сенші? Мен де сол. Қол, аяқ бәрі соны айтады. Асқазан сенші? Мен тамақ жемеген кезінде демаламын. Жүрек сенші десе, жүрек үндемейді дейді. Жүрек, сен неге үндемей тұрсың? Сен демалмайсың біз. Жүрек, жоқ, мен демалуға болмайды. Мен демалсам адамның өмірі тоқтайды. Сондықтан маған айтпашы, маған демалуға болады дейді бір кезде жүрек. Қай кезде демаласың? Мен демаламын қай кезде адамдар бір-біріне жылы сөз айтса. Осындай бір-бірімізге жылы сөздер айтып жүрейік. Сонымен бізде қазір заключительный тост сияқты Бақыт, Құралай, Мақсат қалып тұр. Шақырайық па? Тіреңбешке дейалар. Бармай есаттама. Қошемет берем. Ортаға Бақыт, Құралай, Мақсат шақырайық. Келіңіздер, билеп шығамыз ба? Болта шу керек қой. Тойға келгенде болта шу керек қой. Бір қыз, екі жігіт. Қайсысынан бастайық? Мақсат те алыстан келді ма? Ассалаумағалейкум
құрметпен класстастар қыздар, міне бүгін 45 жылдық мерекеміз мына құтты болсын, міне ауызбіршілікте беріп жатырмыз, міне ұзағынан болсын қуанышты күндерің. Мына ұйымдастырып жатқан класстас қыздарымызға, балдарымызға шексіз рахмет. Мына тамадамызда күшті өтіріп жатыр, рахмет сізге деп видеоға түсіріп жатыр. Мың алғыс сендерге, күшті рахмет бәріңе де. Мына отырған барлығында бала-шағаларына рахатын көріп, үлкен семья болыңдар. Әрқашанда өстіп ойнап күліп жүре берейік, бас қосып. Осындай отырысқаларымыз Құдайым 50 жылдық болсын, 60 жылдық болсын, 70 жылдық болсын. Құдайым барлығымыз тегіс отырғаймыз осындай отырысқада. Барлығымызға шексіз рахмет, ұзақтан келген қыздарымыз бар, балдарымыз бар, класстас. Рахмет сендерге де шексіз. Келе алмағандарға да рахмет. Көріп отырған шығар енді класстастар. Рахмет бәріңе де. Қайып отырысқаларыңыз мәңгі болсын. Кімге аласың, оны Құдай қосады дегені сол. Осы жұбайыңменен қосылатыны сол. А класстас дегенді өзің таппайсың. Құдай айтады сол мектепке әке-шешең алып барады. Ол мектепке білесің. Ел қадірі есімнен жаңылғанда, жер қадірін білерсің сағынғанда. Даже түйедей көп көрінер түймемізде, ойда жоқта жоғалып табылғанда. Өлі балық кезік өлмегенге, бұлақ су балдатыр шөлдегенге. Ағайынның қадірін түсінерміз, Алла қарап апарып жерлегенге. Құдай ағайынның қадірін құрдастарына класстың қыздарында отырады. Қадыры, Ені қандай? бағана гүл алған қыздар 6-7 бұларды басылуынан қойып. Ал, міне, құрдастарыңыз, осының бәрін ұйымдастырып жүрген қыздар, осы қыздарға бір бұл қыздарда өздерінің жылы лебіздерін білдірсін. Жігіттеріміз жасарып, қуанып, 11 класс жағы 17 жас болып жүр ғой неше күннен бері. Соның бәрі сіздердің арқаларыңыз, сіздерді ойлап, көз алдына келтіріп, қуанып. Қанша күн болды бастағанда, содан бері жасарып кетті ғой. Ағалай молдары қарайып. Жоқ, боянмадым өзі қарайып. Ал сіздер қашан той бердің? Декабрда басталған. Сол 6-7 айдан бері жасарып, шүкір, осы күнге жеткенімізге шүкір. Алыстан келген сіздерге де рахмет, сыйлап, осылай құрметтеп, класстастарымызды көреміз деп қуанып. Не бүгін қарап отырмыз, бәріміз жас болып күліп, ойнап, қатарларыңызбенен. Мысалы жастарымыз ойнап барсақ, біз бұлай отыра алмаймыз, ұяламыз. Қонақтар 64-тің ару қыздары, жігіттері, арыстандай жігіттері. Міне бүгін 45 жылдық мерейтой беріп жатқан екенсіздер. Құдайым 50 жылдық, 60 жылдықта да осындай отыра берейік. Барлықтарыңыздың семьяңызға жақсы күндеріңіз, тойлар болсын. Бүгінге қайдағы қонақ келеді. Жаматтар, жігіттер қарап отырған билейік, қане. Қыздармен бірге. Қане.
Мәңгі шаттық жоқ дейсің, мәңгі қайғы барманы, бұйырған бақыт дейді, кімге қайғы жетпейді, жетпейтін қу дүние, ешкімге де жетпейді, иманыңа берік бол, Алла етпейді. Қаға. Осындайда келші қайық бәріміз, бәрімізде татық бөлін, бақыт жолын іздеген, достық көңілі, достық сезім әрқашанда
жан құрбым бала кезімде бақыт көріп қара көзіңне кеттің ұмытып мәңгі ұмыттым жібін үздің ғой нәзік үмітті кеттің